Біздің кейіпкеріміз Қанат Тасибеков. Солтүстік Қазақстан облысының тумасы. Жастайынан орыс тілінде тәрбиеленіп, білім алғанымен соңғы 7 жылда туған тілін жетік меңгерген. Бүгінгі бағдарламада Қанат өзінің Алматыға келгендегі алғашқы сапары жайлы және жарты ғасырға жуық араларынан қыл өтпеген адал достық жайлы әңгімелейді. Оқу бағдарламасынан бөлек қазақ тілін оқытатын арнайы әдіснама жасарып шығаруда күрмеуі шешілмеген мәселе болып отыр. Өзінің қарапайым тәжірибесін кітап қылып жазып шығарып, қазақ тілінде сөйлегісі келетіндерге алғашқы әдіснаманы ұсынып отыр. Енді менің бір әдісім, бір нәрсені емес, бірнеше нәрсені бір жолда тұндыру. Сонда мен жүргенде тек қана денсаулық үшін жүрмеймін, мен жүргенде өзім бір қазақтың сөздерін, өлеңдерін, бір нәрселерді жаттап жүремін. Бұл менің әдістемемнің өзінің бір бөлігі. Қазір енді әдістеме деп қабылдап жатыр ғой, менің кітабымды. Өзім мен бірінші жазғанда бұл бұны әдістеме не болмаса оқулық деп есептеген жоқ. Мен өз тәжірибеммен бөлістім. Научиться говорить речевыми штампами, значит, устоявшимися оборотами в тех ситуациях, в которых это нужно. У казахов для каждой ситуации есть определенные речевые штампы, за них вправо-влево нельзя. Бір орыс журналист айтты, маған өте ұнап қалды, сіздің миссияңыз бар деп сөйтеді. Күгершіндер ушындар, туған жерден төрт бір шын көресіндер. Күгершіндер бейбіт құстар асығындар, өлкен ойге жеткізуге жақсылығын. Егде тартқан адамдар, тіл оқып жүргендер көп адамдармен таныстым. Шын айтқанда тіл оқып жүргенде адам өз миын жаттығады. Бүгінде ел болып латын әліпбиіне көшу мәселесін талқылап, 3 тілді саясатты енгізіп жатырмыз. Осы жаһанданудың алғашқы сатыларында қазақ тілінің мәселесі көлеңкеде қалып қалмау керек. Туған тілін дамытуға үлкен еңбек сіңіріп, үлкендерге арналған қазақ тілін үйрететін тұңғыш 3 томдық еңбек жазып шығарған тұлға. 1976 жылы мен келіп, осы Алматының малдәрігерлік зоотехникалық малдәрігерлік институтына келіп түстім. Енді өзім сол жылқыға құмар болғандықтан сол жылқы маманы болам деп. Қайда барып оқимын дегенде, ол кездерде осы жылқы шаруашылығынан мамандарын 2 жерде дайындайды. Мәскеудің Тимирязев атындағы академиясында, сосын Алматының зоовет институтында. Бірден бокс секциясына барып, содан енді 1 жылдың ішінде кандидат мастера спорта СССР болдым. Институттардың арасында осы Қазақстанның жеңімпазы болдым. Союз деңгейінде 2 рет, 1 рет күміс, 1 рет қола жүлдегер болдым. Бұл союзды араладық. Сол кездерде енді мен осы менің досымен, Арман досымен сол кездерде таныстым. Ол енді ол 1 жыл менен кейін оқыды, сол бізді бокс таныстырды. Енді Қанатпен бала кезінен Алматы мал шаруашылығы және ветеринарлық институтында кездестік. Мен 25 жыл міне, көрдіңіз бе? Бұл енді институт бітіргеннен кейін екеуміз мен өзім Астанама кеттім, Целиноград. Ол кезде ол Алматының жігіті, қаланың баласы. Ол осында қала берді. Міне енді ол келін түсірді. Ол енді үйленді, Роза деген солтүстік Қазақстанның тумасы. Біз Қанат екеуміз отбасы құрғанда, Қанат жас маман болдық, жас ғылым болдық екеумізді. Потом бизнеспен айналысты. Тоже где-то 7 жыл болды қазақ тілімен айналысып жүр. Біз өзімізді отбасымызда қазақша сөйлеп, тырмысамыз соған, балалармен. Мен 5-ші сыныпқа дейін қазақ тілінде оқыдым, қазақ мектепте оқыдым. Біз сол кезде отбасымызда қазақша сөйлемедік. Қалада өскен балалар, олар есейіп
институт бітірген кезде мен тілмен айналыса бастадым. Мен 4 тілде сөйлеймін. Французша, ағылшынша, қытайша, орысша. Бірақ қазақ тілді маған ең қиын. Мынау фотографияда көрініп тұр. Жап-жас чемкенский жігіті орысша бір сөз білмей Мәскеуге келді, Тимирязевқа түсемін деп түсе алмады. Содан кейін қалып қалды сол неде Мәскеуден оны аскерге шақырды. Мынау как раз оның апасы Шымкенттен келіп, сол проводы жасап жатырмыз. Аспирантурадан кейін мен Алматыға келдім, Завет институтта мұғалім болып, доцент болып, Қанатта Астанаға барып, сол кезде Целиноградский сельхоз институт, сол жерде доцент болды, сол жерде карьера мықты істеген. Ол Алимка, ол да Целиноградский қыз екен. Мен өзім кафедрадан жолдасын таптым, Розаны. Мынау Қанатпен енді біз ең бірінші танысқан кезіміз 89 жылы біз Арман екеуміз үйлендік. Сол біздің тойымызда ең бірінші мен Қанатпен таныстым. Арман енді жан-жақтан достар келді, Москвадан, Шымкенттен, Қанат Астанадан келді. Индиядан жан-жақтан достар келді, сол Қанат Астанадан келді. Өзімді Солтүстік Қазақстанның қызымын, енді өзіміз бұрын енді орысшаға көбірек неткен кезіміз. Қазір енді семьямызбен, отбасымызбен, Қанат осы достарымыз мынандай қазақша кітап жазғаннан бері қазақша сөйлеуге енді тырысамыз. Мамандық таңдағанда бала арманның жетегінен еріп, жылқы шаруашылығымен айналысады. Білім қуып, Ресей, Францияға аттанып, осы салада еңбек еткен қазақстандықтардың алғашқысы болған. Білгенін айтып, тәжірибесімен бөліскен Қанат аға кітаптың тек елімізде ғана емес, шет елдерде де мойындалып, осындай танымал болады деп ойламадым дейді. Зоотехник, коневод деген дипломда сондай жазу бар. Негізінде мен жылқы маманымын ғой. Мен филолог емеспін, жазушы емеспін. Бала кезімнен сондай жылқыға өте құмар болдым. Ал енді Қанат аға қай жылқыны мініп келе жатыр деп сұрасаңыз, бұл Ақалтеке жылқы тұқымы. Бұл жылқы тұқымдардың ішінде ақсүйегі, жылқы тұқымдардың төресі. Әлемде 3 тазағанды жылқы тұқымы бар. Бұл енді Ақалтеке жылқысы, одан кейін араб жылқысы. Енді бәрімізге танымал ағылшын тазағанды жылқылары. Өскенде кім болам деген сияқты сондай бір кештер жасалатын. Сонда мен 5-ші ме 6-ші сыныпта оқып жүргенде кім болам дегенде мен жылқы шаруашылығымен айналысам деп, енді ол кезде білмеймін қалай аталатын. 94 жылы Францияға кеттім. Францияда докторантураға. Оның да енді жылқымен байланысы бар, өйткені мен сол енді мал азықтандыру тақырыбында докторлық диссертацияны жасап отырдым. Олар ЖИС дегенді ұйымдастырады. ЖИС деген бұл групп d'intérêt scientifique деген французша. Тақырыпқа арналған ғылыми топ құрады. Соны мені сол топқа кіргізіп, бұл топ қымызды зерттеді олар Францияда. Қымызды француздар ұнатпады, ашылау деп йогуртты жақсы көрді. Сол бір өздерінің дегустацияларды өткіземіз. Сосын бір қағаздарын таратамыз. Олар сұраққа жауап береді. Қымыз ұнады ма, ұнаған жоқ па, қанша бал қойып, осындай. Енді сол 3 жылдың ішінде сол ғылыми топ осындай бір үлкен бір қорытынды отчетін жасадық. Енді бәрін егжей-тегжейін бәрін зерттеп, соны жаздық. Қанат ғалымұлы жылқы шаруашылығына байланысты ғылыми еңбектер жазып, халықаралық деңгейдегі ғылыми зерттеулермен айналысып жүрген маман. Францияның ғалымдарымен де бірігіп, зерттеу жұмыстарын жазған болатын. Стилистеріміз 80-ші жылдардағы образдарды дайындаған болатын. Кепка, кофта, кожаный. О, один. Тура келді. Один в один. Тура келді. Мен мына көйлекті, я помню, сол біздің Қаскелен жақта барахолкаға барып, қымбат, өте қымбат алғамды.
Баланың костюмін алса айтсайшы. Да. Қанша қалғаныңыз? Да, мына костюмді біз екеуміз, точно помню, Москвадан алып келдік. Ол 130 рублей по тем временам тұрғанда. Сонда біз мен папам айтатында, мынау жарты соғымның ақшасы қалай алдыңдар деп. Қыздарақ колготки мен. Да, бізде сонда мода болған ақ колготки. Сонда біз екеуміз, Қанат екеуміз Целиноградтан келдік. Мен Қанатқа айтам, я әдемілеп сол модасымен столицаға барамын деп, сол өзімше былай колготки, белые туфельки вот мына жерде тұрғанда. Сол өзімше әдемленіп, там гламурно болып келген ғой. О, туфельки еще. Жоқ, мынау. Один в один. Точно. Один в один. На эти, немен какие вот, этот, балеточки от Шанель. Қалай өзгердің бе? Әлима ненікі, Жолымбеттікі. Жолымбет деген алтын кен. Рудник золотой. Мен сол достарыма айтам, мен бір Жолымбет деген алтын кеннен бір сом алтын тауып алдым. Жыл сайын салмақ қосып тұрады. Бірақ қаншасы қосатын айтпаймын дейді. Фотома қарағанда, мне кажется, өзімді өзгергем жоқ. Единственное, что была прическамда, мына жерге был начес и была кудри. Вот не красилась, кстати. Вот, да, абсолютно. Здесь, по-моему, даже макияж деген, все естественно, да, ни ресниц, кірпігімізді бәрі сол қалпы. Вот теперь восстановите, как есть, так есть. Бағдарламаның стилистері суретті қайта жасауға қажетті образдар дайындап, Арман мен Розаның шаңырағына келген болатын. Қысайма, қысамайма білмеймін. Менің ойымша ол Мәскеуден алып келдім. Біздің Тимирязевский академияда өте көп шетелден келген студенттер болды. Солар сатып жүрген, сондай заттар. Сол кезде сатып алдым. Сол кезде Атырар гостиницада шетелдің адамдары келетін. Қымбат көйлектерді кигенді ұнатамын. Сол кезде енді ақшам кішкентай зарплатам болса да, сол ақшаны жинап осы көйлекті мен 140 рубльға алғанымды осы еске алдым. Жақсы. Мен шашым бұрын ұзын болған, жас болдық та аса бояуға не бермедік. Ерінді боямайтын, бетімді аса боямайтын. Модан солына жас болдық қой. Модан солына бір кішкене қоштаған шығармыз деп ойлаймын өз басым. Бұны қайдан таптыңыздар? Қазір мен қазір жоқ па деп ойласам бар екен ғой, қазірдегі. Қай жақтан таптыңыздар? Он 14 жылы мені тіл жанашары деген төсбелгіні марапаттады мені. Одан 16 жылы диалогтарды жазып шыққаннан кейін Қазақстан халқы ансамблеясының бір алтын медалі бар, бірлік деген. Соны табыстады. Енді еленбеді деп айта алмаймын, еленді. Біз енді Қазақстанда тұрып орыс тілді болып жатқан қазақтар қаншама. Олар енді Ресейде жүргеніне, оларға енді екі есе қиын. Қазақ тілін меңгеру, сондықтан енді маған сондай қолдау көрсетіп, мені Саратов, Астрахан қазақтар шоғырланған жерлерге жіберіп тұрса, әрине жақсы болар еді деп ойлаймын. Қанат Тасибековтың «Ситуативный казахский» кітабы 2017 жылдан бері қолданыста. Бұл кітаптың ерекшелігі бізге қатты ұнаған себептері өте көп. Осы қазақ тілге, мемлекеттік тілге ниет білдіріп, көңіл аударып, қолға ұстағаннан бері қолдарынан тастамайды. Мәселен, халява деп айтады. Айтады ғой енді жастар. Оларға мен үйретемін. Мынау жазып алыңдар. Халява, тире, су тиегін деп жазып қойыңдар. Класс дегенді қалай керемет деп жазыңдар деген сияқты, сондай өз қолданыста болатын нәрселерді. Соларды үйрету керек олар. Біз осы кез келген жерде, кез келген мемлекетке барып, кез келген алып гаджетті дейміз ғой, смартфонды алып, біз қазақша жаза алатындай болса, бұл қазақ тіліне өте үлкен демеу болады. Пеле кітап жазған екен, я Пеле деген. Соны сол кітапты оқу үшін Бразилиядағы мыңдаған, миллиондаған фавелада тұратын кісілер сауатын ашып,
тек қана осы Пеле немене жазды екен деп оқу үшін үйреніп алған. Сондай құнды бір туындылар бар болатын болса, онда әрине тіл сәнге айналады. Алдында енді өзім сол Моңғолға барып, тек қана қазақ тілінде сөйлейтін, қазақша ойлайтын, сондай бір адамдардың арасында тұрайыншы барып өзім қонақ ретінде бір айдай деп сондай бір жоспарлаған. Осы Райымбек Баталов деген кәсіпкер бар, сол өте жақсы қабылдады мен ойымды. Оның да ойында осы Алматы облысында этнолагерлерді ашу. Енді салт дәстүр дейміз, тіл дейміз, бірақ енді мен көрейін, соған қанып болайын дегенім, бұл енді біріншіден біздің қазақтың тұрмыс тіршілігі. Кітабым осындай жұрт көңілінен шыққаннан кейін, мен енді бәр жерде жазушы деп жатыр. Кітабым енді осы ең сатылатын кітаптердің қатарында тұр. Жазушы дегеннен кейін енді сол бір әдеби, көркем бір нәрсе жазбасам болмайды сияқты. Сондықтан бір ойым бар, енді бір роман жазамын ба деп. 2016-та мен енді сол әкемнің 100 жылдығына аруағына арнадым деп, бір өз үшінші томды шығардым, ситуативный казахский. Енді ер кезек үшке дейін дейді ғой. Сондықтан енді осы үш томмен тамам болам ба деп әлі мен шешімге келген жоқпын. Бірақ та енді осы барысында мынандай ой келіп отыр, бір хрестоматия дейін бе, оны сондай бір нәрсе шығару керек сияқты болып көрінеді маған. Біздің кейіпкерлеріміз 25 жыл бұрынғы сәтті қайта жаңғырту үшін медеуге аттанды. Жастық шаққа саяхаттап, бір жасарып қалдық деп ағынан жарылған кейіпкерлеріміз ұзақ уақыттан кейін қауышып, өткен күндерді ыстық сағынышпен естеріне алды. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Ой, қайда? 100 лет. Как 100 лет? Өзгермеген. Ой, Роза, өзгеріп. 25 жыл қайда? Орман. Кім Рамадан ғана. Қалай болды сол қалыпта? Ой, күшті. Қалай жарасып тұр өзі? Қанат баланы көтермеймі енді? Мен көтеріп тұрмын ғой міне. Қалай ол дұрыс болмайды? Көтерсін енді. Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек. Тағдыр жоқ бұл өмірге қайта келмек. Басқан ізің көрген қызық артта қалмақ. Бір Құдайдың басқасынан бәрі өзгермек. Бәрі де өзгереді осы өмірде. Ал енді Арман екеуміз бір-бірімізді танығанымыз тура 40 жыл. Өйткені 77 жылы институтқа түсті, сосын бокс ойнадық бірге. Содан бізді таныстырған бокс. Бұл енді біздің жан жолдастарымыз. Сол екеуміз достығымыз айырмаймыз, сол сөзіміз қайтармаймыз, солай өмір сүріп жатырмыз. Сол күнде бізде 10 жыл достығымыз болды. Қазірде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Қалай дос болды, солай өмір сүріп жатырмыз. 25 жыл бұрын болған оқиғаны тура дәл-медәл келтіргендеріңізге рахмет. Біздің осында сезімдерді оятып біздің жөгімізде. Қанат пен Арманның достығы арада 40 жыл өтсе де қадірін жоғалтқан емес. Сол кездегі бала достық үлкен сыйластыққа ұласты. Бүгінде адалдық пен шынайы достық ұрпақ сабақтастығында өз жалғасын тапқан. Қанат Асибеков халықтың басты қазынасы туған тілі. Осы асыл қазынаны сақтап, ұрпақтарға мұра ретінде қалдыру барлығымызға ортақ міндет деп ұлағатты сөзді өзінің миссиясына айналдырған. Осы жолда аз да болса үлесін қосып жүрген Қанат секілді азаматтардың еңбегін бағалап, алда көп деген бағалы еңбектермен қуантады деп сенеміз.